У әріпін жазып үйренейік. Удың бас әріпі екі элементтен, ілгекше, түзу көлбеу сызықтан тұрады. Үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Солдан оңға қарай доға еп, жазу жолының үстіңгі сызығына дейін көлбеу түзу сызып, ол сызықты оңға қарай қиғаш үлкен жол ортасына қарай созамыз да, тік төмен көлбеу түзу жүргіземіз. Жазу жолының төменгі сызығына жете бере, солға қарай сызыққа тигізе доға ілгек саламыз. Удың кіші әріпі екі элементтен тұрады. Ілгекшеден түзу сызыққа жалғасқан баудан. Жазу жолының үстіңгі сызығына қаламыңды қой. Төмен қарай көлбеу түзу түсіріп, төменгі сызыққа жете бере, оңға қарай ілгек жасап, үстіңгі сызыққа дейін созамыз да, астыңғы үлкен жолдың ортасына дейін көлбеу түзу созып, солдан оңға қарай бау байлаймыз. Енді дәптеріңді ашып, менімен бірге У әріпін жазуды үйрен.